Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы, қытырлақ болып пісетін қаттаманың құпиясын айтатын боламын. Бұны бізде Маңғыстауда пәтір деп айтамыз. Бұны етке де қосуға болады. Ет асқан кезде, майлы етке пәтір салған кезде, онда да керемет болып шығады. Етке салуға жуа қоспайтын түрінде көрсететін боламын. Менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 1 килограмм ұнымызды және 500 грамм мұздай суымызды дайындап аламыз. Сосын қатты қылып, жақсылап қандырып илеп аламыз. Қатты болып қалды деп қорықпаңыздар, біздің осы қамырымыздан нағыз қатпарлы қаттама шығатын болады. Илеп болғаннан кейін қамырымызды таразыға өлшеп, теңдей қылып 3-ке бөліп аламыз. Сосын пакетке салып, жарты сағатқа қоямыз. Сонда біздің қамырымыздың иі қанып, жұмыс жасауға оңай болады. Біздің қамырымыз жұмсарып дайын болды. 20-30 минут ұстаңыздар, 5-10 минутта бұндай жұмсақ болып шықпайды. Енді қамырымызды жаямыз. Барынша 2 шетін басып жаю керек. Сонда біздің қамырымыздың созылуына жақсы болады. Міне мен жайып болдым. Қазір енді мен арасына малдың тоң майын жағатын боламын. Тоң майды білмейтін жандарға жасалу жолын астына қалдырып кетемін. Малдың майынан керемет тәтті болып шығады. Әркім өз қалауы бойынша сары май жағып та жасауға болады. Көп шылқытып жағып керек емес. Бүткіл жеріне тигізіп, жұқалап жағып алсаңыздар болады. Сіздер заказға жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде перчатка киіп алыңыздар. Мен өзім күнделікті үйге жасап жатқандықтан өзіме осылай қолмен жасаған ыңғайлы. Енді дайын болған нанымызды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа, не болмаса асығыс болсаңыз морозильникке 10-15 минутқа қойып алуға болады. Неке енді біз қаттамамыздың жуа салатын түрін көрсетемін. Осылай тоң майды құйғаннан кейін барлық шеттеріне тигізіп, жұқалап жағып алыңыздар. Содан кейін үстіне жуамызды салып, видеода көріп отырғандарыңыздай орап, дайындап 15 минутқа, морозильникке 15 минутқа салып алатын боламын. Бұл нанның бір жақсы жері ішіне аштыққа қосылмайды және нан жоқ болып қалған кезде, үйде асығыс болып қалған кезде мұздай суға қатты қылып илеп, табаға қуырып алуға өте оңай әдіс. Морозильниктен шыққан нанымды 6 бөлікке ғана бөліп алдым. Енді осылай оқтаулап отырып, қамырымыз жабысып жатса, үстіне кукурузный крахмал шашыңыздар. Ұн шашсаңыздар, осылай қатпарлы болып шықпайды. Қамырымыздың бәрін жайып алғаннан кейін, табамызға 1-2 ас қасық сұйық майымызды құйып, екі жағы әбден қызарғанша қуырып алатын боламыз. Неке біздің пәтірлеріміз дайын болды. Қытырлақ, қатпарлы болып шықты. Менің осы рецептімен жасап көріңіздер. Өзінің бабында қытырлақ, қатпарлы болып шығатынына сенімдімін. Маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.